Телекөрермен, міне дәл қазір ақ дзюдогиде, ақ кимонода Ерлан Серікжанов татамиге көтеріледі. Және оның қарсыласы Хифуми Абе. Абе Хифуми 2017 жылға әлем чемпионы, 66 келі салмақ дәрежесіндегі финалдық бәсеке. Бір қазақтың баласы дәл қазір барша жұрттың абыройын арқалап, Әзірбайжан астанасы Бакудың төріндегі ұлттық гимнастика аренасында 2018 жылға әлем чемпионатының ақтық сынында бақталастырады. Грузиялық рефери ортада әділ қызмет атқарады деген тілегіміз бар. Міне Қазақстанның жанкүйерлері. Ай, бәрекелді. Қазақстанның көк туы желбірей берсін, құрметті Қазақстан халқы. Мінекей, бүгін тағды көк ту аспанға желбірейді, бірақ қаншасыншы орында тұратыны сол маңызды. Әлбетте, көк тудың желбіреуі, әнұранның айтылуы бұл екі жағдайда болса, бірі елбасы, президентіміз бір елге барған кезде ту көтеріліп әнұран ойналатын болса, екіншісі мінекей спортшы дәл осындай өзінің жетістігімен, өзінің мықтылығымен әлемді мойындатқан кезде ту көтеріледі. Бұл спортшылардың артықшылығы, себебі кез келген елдің елбасы баратын болатын болса, ол жерде шарасыз көтеріледі, ал спортшы мойындатып көтереді, мойындатып көтертеді көк туды. Енді Ерланға мұқият болу керек. Міне күрес әптегеннен басталды. Мінекей Ерлан өз әдісін басқа біреуге жасатпайды. Өте қауіпті сәт келді. Кешегі әлем чемпионы Такадан көріп отырмыз, өзінің отандасы Абеге қалай жақтасып отырған. Енді расменде дәл жаңаға әріптесіміз Телжан Күдеровтің сұхбатынан кейін қазір Серікжановтың расменде Абенің оң қолын біраз жауып жүріп, байлап жүріп күресіп жатқанын көріп отырмыз. Жалпы қол байлап күресетін палуандардың бірі. Мінекей, Абенің күшін қараңыздар, қандай палуан. Жақсы, оған күмән келтіре алмаймыз. Мінекей, ай! Бұл жолда түскен жоқ. Серікжанов жарайды. Дәл осы, Қайырхан, дәл осы әдіске түспеген осы 66-да спортшы жоқ. Енді тіл көзден сақтасын, тек қана Ерлан ғана түспей келе жатыр. Абенің иық арқылы салып тастайтын осы әдісі міне шықпайтын көрді. Енді қорғанысқа жатады. Міне Ерланға ығыстыра қарсыласын. Енді Ерланға әрекет жасау керек. Мінекей, міне Ерланның. Ай, әттеген ай. Ай, арттан жүріп мінекей. Өзінің әдісіне өзі түсіп қалды енді Серікжанов. Әттеген ай. Бір қадам тұрған кезде шабуыл мінекей. Ерлан жасамады емес, жасады, бірінші болып шабуыл жасады, бірақ нәтижесі жапондық спортшыға. Енді қадірлі телекөрермен, Серікжан Ерланның қанша ұтылып қалса да өз қарсыласына көрсетіп жатқан құрметі көріп отырсыздар. Бұл кеткен есені амандық болса, Токиодағы Олимпиада ойындарында өз жанкүйерлерінің алдында қайтарып береді деген ойдамыз. Абе Хифуми осылайша әлемнің 2 дүркін чемпионы атағын иеленіп отыр. Арқасындағы қызыл жазу енді Абенің өзінде ғана қала бермек. Әрине өкінішті біз үшін. Біреуге қуаныш, біреуге өкініш. Дегенмен Серікжанов Ерлан расменде барын жасады. Дегенмен Абе Хифумидан айласын асыра алған жоқ. Өкінетін дәнеңе жоқ, дегенмен алда уақыт бар. Ерлан енді ғана шығып келе жатқан палуан ғой. Ең бастысы шабуылды қараңыз. Қандай нақты шабуылдармен барды. Бірақ Хифуми Абе қаншалықты ол жерде азулы екендігін өзіне пайдасына шешіп үлгерді. Бірақ Ерланның сондай батыл барғанның өзі бір дәл осы әдіс Ерланның пайдасына да шешілуі мүмкін еді. Бірақ артынан көп жүріп қойды, күшін жұмсақ қойды. Дәл осылай барған кезде бағана Моңғолдың спортшысын көрдіңіздер, гамбалды қалай тастаған. Соның көрінісі бола ма деген едік. Бұл жерде аяғы тиіп үлгермей қалды, қараңызшы. Дегенмен әлем чемпионатының күміс жүлдегері Ерлан Серікжановты, оның жаттықтырушыларын, жалпы дзюдо сүйер қауымды, дзюдошыларымызды, Қазақстанның
Қазақстан халқын бүгінгі күміс жүлдемен құттықтаймыз. Бұл да жүлде. Иә, бүгін туымыз екінші орында көтеріледі. Иә, әр күні тым болмағанда дәл осылай жүлде салып отырсақ, қола күміс алтыннан кезектестіріп, онда бұл әлем чемпионатындағы біздің бағымыз бесел деген сөз, қадірлі телегөрмен. Кеше де құр қол қалған жоқпыз. Бүгін де Аллаға шүкір, міне күміс жүлдені еншілеп отыр. Оның үстіне Азамат Мұханов сияқты кешегі мысалы 60 келіге дейін салмақта Елдос Сметов сияқты даңқты палуандарымыз жеңіліп жатса, өкінетіндей жағдай болуы мүмкін еді. Дегенмен енді ғана шоқ жұлдыздай жанып келе жатқан Ерлан Серікжанов әлемнің ең үздік спортшыларының бірі. Мінекей, көрсеңіздер, жапондықтардың қуанғаны бұл қарсыласты ойында ғана. Соны айтайын деп едім, аяқтатпай қойдыңыз ғой, Жәке, рахмет. Түсінікті, енді не болса да күміс жүлде құтты болсын дейміз, ағайын. Ну и сейчас, друзья, встречаем нашего героя. В любом случае, Ерлан Серікжанов сделал больше, чем от него требовалось. Наверное, мало кто думал, что этот паренек из Урджара, из Восточно-Казахстанской области, сумеет в самом сердце Баку на чемпионате мира по дзюдо дойти до финала и сразиться с действующим чемпионом мира из Японии. Кто знал? Ну, сейчас бронзовые медали свои получают заслуженные Георгий Зантарая. 6-ю уже по счету медаль на мировых первенствах. Напомню вам, у него 1 золото есть в карьере, 1 серебро и уже 4 бронзовые награды. Ан Баул, финалист Олимпийских игр, чемпион мира 2015 года. Наверное, основной он вспоминает с особым теплом. Ну и, конечно же, Ерлан Серікжанов. Серебряная медаль нашего парня, нашего земляка. До сих пор он спокоен. Такое ощущение, что, может быть, и будет он об этом думать, и переживания придут, и отпустит его. Но сейчас он, да, ему кажется волю, он и сейчас выйдет на татами против Хифуми Абе, уже 2-кратного чемпиона мира, чтобы взять свой реванш. Но все это в будущем. Мы еще, конечно же, увидим этого парня. Такие победы, такие медали дают большую психологическую уверенность. И, конечно же, мировое дзюдо, функционеры, болельщики обратили внимание на серебряного призера чемпионата мира 2018 года. Церемония награждения продолжается, получают свои подарки раз за разом вместе с дипломами, медалями и талисманами игр. Такой вот барсик в виде мягкой игрушки. Видели мы им маскота. Много раз он показывался на экранах. Ну и гимн Японии от 2-кратного чемпиона мира Хифуми.